оны күллі халық сүйіп оқиды. Мұқағали шын мәнінде біртуар екенін халыққа таныта білді. Мұқағали Мақатаев 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысының Нарынқол ауданындағы Қарасаз ауылында дүниеге келген. Ақын ұлы сезімге бас иіп, өз өлеңдерінде махаббат тақырыбында кеңінен суреттеген. Ақын Әбділда Тәжібаевтың сөзімен айтар болсақ, махаббат сезім, ол адамның ішкі рухы, тозбас қуаты. Махаббатты сезімге ерлік, жүректілік керек. Мұқағалиді құдіретті ақын ететінде сол ерлік болатын. Жетпеген шашылауым жатқан аспанды найзағай шаншып өткенде несіне мені алғайсың қоңыраулатқан аспанды найзағай шаншып Толғиыптан жаралған сонда жатыр менде жүрген орындалмас бар. Не түсінем мен деген? Өмір жайлы сұрай берме сен менен. Өмір жайлы білгің келсе қартқа бар, өміріне кегі кеткен. Ал екінші бақтым тілім менің, тас жүректен тілім дедім. Кейде дүниеден түгілсем де қасиетті тілімнен кетпеген бұл ғаламнан, су тартылған теңізден жылғалардан, нелер ұрпақ аттанған қуған арман, не бар дейсің өмір. Несін берсін ел маған, тұрсақ екен елім даман, мен даман. Таулар менің таусым айтым бақтым, ал ырысым, ұлан қайыр, кең далам. Бармын ғой, тірімін ғой, қасыңдамын. Өлмеймін, мен өзімде асылданмын. Таусылып, өз-өзіңе шашылмаған, байырғы берекеңді қашырмаған. Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шықты, боз торғай болының шырылдаған. Қанша ұрпақ кетті екен қаншама адам, қанша шырша өсті екен құлады екен, жетім көлге қараудан шаршамаған. Көмейінде тәтті үні бұлай қалып, Жағаталда жас бұл тұр ойланып. Мана күндіз тәуіпшал не деп кетті, әлде түрік әлдешім демеп кетті. Аққу менен баланы аластаңдар. Бара алмаймын, қалай барам? Жалғыз ұлдан артық бар жалған бәрі. Балам өлсе бақыттың керегіне, тупан су басып кетсін қалғандарын. Белсен сұрап несіне армандадың. Жақындады, көзі тұнған қимағын тобақ қолға, білмей қалды мылтықтың атылғанын. Көздің алды көк түтін ақыл жарым, білмей отыр жаңағы тыныштықтың сүт ұйығын тегешін сапырғанын. Аю-қию көл маңы астан кестен, алып аспан астына сый алмай бір, айқын көлін аққулар қиялмай жүр. Тау жаңғыртып тамаша құштың әні, қошай түсіп көлменен ұшты бәрі. Көл бетінде көлбеңге жаралады қу, ұша алмайды, ұшпақ көп күш қылады. Аққу менен баланы аластаңдар деді дағы жайменен жүнек бетті. Балам, болмады ғой. Қасиет кетті көлден сорлады ғой. Тәуіптің айтқанын бәрі өтірік. Атқанын ауылға қайту болжаны ғой. Ат үстінен түсе алмай қатып қалды, мелшиіп білмей тілмен үндегенді. Білмейді қайда келді, кімге келді. Мына жатқан жетім көл мына аққуды, өз қолыммен өлтірдім аттым жаңа. Көрдің бе, бір-біріне дөп келуін, бір қырсықпен шектелуін. Баламай, мұны өмір дарияның білмейсің қайда екенін өткенінің. Аққулар, аңыз көп қой болар жайлы, көзіңмен көргеніңдей бола алмайды. Тек қана тыныштықта ұйықтайды олар, шошыса, екінші рет оралмайды. Орнында екен жетім көл жоғалмапты, ортаймапты немесе толалмапты. Жағалауын жауыпты жасыл жалғыз, қасиетті аққулар оралмапты. Осымен Мұқағали Мақатаев шығармашылығынан ұрған Мұқағали мәңгілік ғұмыр атты әдеби сазды кешімізді аяқтаймыз. Ұйымдастырушы
пән мұғалімдері және мына Шариғатова Жансия апайға және оқушылар сендерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Қазір мына сендердің оқыған туған ел туралы, махаббат туралы өлеңдерің мен әндерің тамаша бір өзінің көрінісін тапты. Рахмет балалар. Сендерге қанаттарың талмасын, ары қарай шығармашылық табыс тілеймін. Үлкен, бәрі тамаша. Рахмет сендерге.